Момын ана. Орта жүз арғынның Аргүл атты бәйбішесі келін болып түскен соң Тоты, Мейрам Сопы деген бір қыз, бір ұл көріп, бұдан кейін баладан тоқтап қалады. Бірнеше жыл күткенмен бала болмайды. Аргүл бәйбіше ұзақ ойланып, қой болмас, өмір өтіп барады. Отағасымның бауырын суытпайын. Жорық кезінде ұлы жүз Бәйдібек бидің Момын деген қызына көзі түсті дегенді естіп едім. Сол қызға өзім барып құда түсейін деген ойға тоқтап жолға шығады. Бәйдібек бидің ауылына келсе, құда түсіп келген момын қыз үйінде екен. Аңыз бойынша сол күні түнде момын қыз түс көреді. Түсінде бір қыран құс аспаннан сорғалап келіп, момынға 7 рет түседі. Қыран бүркіт әрбір түскен сайын момынның бауырына бір-бірден жұмыртқа пайда болып 7-ге жетеді. Сол 7 жұмыртқаны қызықтап, бауырына басып жатқанда, одан 7 балапан шығады. 7-еуі де жұтынып, көктегі қыран әкесіне қарап, қанаттарын сабалай бастағанда, момын қыз оянып кетеді. Осы түсін еркеді еркін өскен момын қыз таңертеңгі дәм үстінде айтып береді. Сонда Бәйдібек би: «Шырағым-ай, түсіңнің түйіні бар екен. 40-тың бірі Қыдыр деуші еді. Жоруын бастасымның бәйбішесі Аргүл айтсыншы», дейді. Аргүл бұл түстің өзінің ойындағы іспен дөп келгеніне қатты қуанады. Сол жерде келген шаруасын айта отырып, момынның түсін төмендегідей жорып береді. Ақиық қыран арғын би болар, аңсары ауса айналып қонар. Өңдерінде танысып, түстерінде тапсып жүрсеңдер, бір-біріңе ықыластарыңның ауғаны болар, деп келіп, жүзін Бәйдібек биге бұрып сөзін жалғайды. «Уа Бәйдібек би, қызыңның бауырына береке дариын деп тұр екен. Бастасыңа қи, менің де ниетім қабыл болып, көңілім толып қайтсын», дейді. Бәйдібек би үн-түнсіз төмен қарап отырып қалыпты. Сонда момын қыздың өзі үнсіздікті бұзып: «Әке, арғын ағаның қанатының астында болсам, ешкімнен қор болмаспын. Батаңызды беріп, ұямнан ұшырыңыз, мен қарсы емеспін», депті. Сөйтіп арғын би момынға үйленеді. Момын қыздың өткенде түсінде көргені өңінде айнымай келіп, арғыннан 7 ұл көреді. Бұл 7-еуі өсіп өніп, 7 момын деп аталатын іргелі руға айналады. Шежіре деректеріне сүйенсек, арғын ішіндегі 7 момынға Қанжығалы, Тобықты, Бәсентейін, Бәйімбет, Жанай, Қарауыл, Атығай рулары енеді екен. Бұларды ортанша арғын деп те атайтын көрінеді. Тұрардың «Мұрын апамыз кімнің қызы» атты мақаласында көрсетілгендей, Мұрын апамыз Бәйдібек батыр мен әйгілі Домалақ ананың қызы.